Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін саясаттану және әлеуметтану курсы бойынша 3-ші лекциямыз бастағалы отыр. Әлеуметтану зерттеулер деп аталады. Қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдарында немесе әлеуметтік желілерде, қоғамдық өмірде, күнделікті өмірімізде әлеуметтану зерттеулері өткізілді. Сол зерттеулердің қорытындылары бойынша біздің халқымыз осындай пікірді ұстанады деген жиі орын алатын жаңалықтар болып келеді. Сонда сұрақтар туындайды. Әлеуметтану зерттеулер дегеніміз не? Әлеуметтану зерттеулерді кім өткізеді? Әлеуметтік зерттеулер аясында жиналған мәліметтер қаншалықты шынайы және сенімді болып келеді. Бұл жерде айтуымыз керек, әлеуметтанушылардың қазіргі таңда және сұранысқа жоғары болып келетін жұмыстың бір түрі ол әлеуметтану зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру дейміз. Соны өткізе білу және сол жиналған мәліметтерді шынайы және қазіргі таңда түсінікті болып келуі ол біздің атқаратын функциямыз болып келеді. Осы тақырып аясында біз келесі сұрақтарға жауап іздейміз. Әлеуметтану зерттеулердің дизайны дегеніміз не? Әлеуметтану зерттеулердің бағдарламасы дегеніміз не? Әлеуметтану ақпаратты жинау қандай әдістері бар? Ол әдістер қандай топтарға бөлінеді? Ол әдістер қалай пайдаланады және әр әдістің қандай мүмкіндіктері мен кемшіліктері бар? Сонымен қоса тағы үлкен бір тармақ сол жиналған мәліметтерді талдау, өңдеу, сол зерттеуге тапсырыс берген адамның, ұйымның ұстанғандығына қаншалықты сәйкес келеді. Бірінші сұрақта айтып кетуіміз керек, әлеуметтану зерттеу дегеніміз. Неден басталады зерттеу? Зерттеу белгілі бір мәселенің туындауымен байланысты дейді. Мәселе ол бір қиындық дейміз, шешу талап ететін білместік туралы білім дейміз. Қазіргі таңда қоғамда әртүрлі әлеуметтік мәселелер орын алады. Сол мәселелер қаншалықты нақты мәселелер, шешу талап ететін мәселелер, немесе қаншалықты олар жалған болып келетіндігі осы бастапқы кезеңде анықтап алуымыз керек. Мәселелер екі үлкен бір топқа бөлінеді. Ол әлеуметтік және ғылыми мәселелер. Ғылыми мәселелер дегеніміз ол біздің ғылым саласындағы дипломдық жұмысты жазу, немесе дипломдық жұмыстың тақырыбын іздестіру, магистрлік диссертацияның тақырыбы, докторлық диссертацияның тақырыбы сол ғылыми мәселенің көрінісі дейді. Сол ғылымға қандай үлес қосылады егер бұл мәселе шешілсе, немесе қандай ұсыныс бере аламыз сол мәселенің шешу барысында. Әлеуметтік мәселе дегеніміз ол адамның күнделікті өмірінде алатын мәселелер. Ол мәселелер адамды мазалайтын, толғандыратын, немесе бір шешу талап ететін, көпшілікке танымал және көпшіліктің арасында таратылған мәселе дейді. Сонымен қоса сол мәселелердің ішінде мәселе нақты шешу талап ету керек. Егер ол талап сұрақ шешілмейтін болса, риторикалық сұрақ болатын болса, бұл мәселелерге қатысты зерттеуді өткізу қажеті жоқ. Себебі әр зерттеу белгілі бір шығындар талап етеді, ол туралы бір кейінірек айтармыз. Жалған мәселелер болады, ол шешілмейтін мәселелер, адамның қиялында, ойында жүрген мәселелер, немесе ол тағы айта кетуіміз керек, мысал ретінде ол жеке мәселелер басының. Қаншалықты қашан мен бай боламын, немесе мен белгілі бір дәрежеге қалай қол жеткіземіз деген сұрақтар, ол әлеуметтік мәселелерге қатарына жатпайды, себебі оның барлығы адамның өмірлік бағытына тікелей байланысты болып келеді. Зерттеудің мәселесі анықталғаннан кейін міндетті түрде ол зерттеуді ұйымдастыра білуіміз керек, немесе оның барлығы зерттеудің бағдарламасында көрсетіледі. Сонда бағдарлама дегеніміз не? Әлеуметтану зерттеудің бағдарламасы дегеніміз ол зерттеушілердің әрекетін белгілі бір тәртіпте, белгілі бір ереже бойынша жүргізуге мүмкіндік беретін ғылыми құжат. Сол ғылыми құжатта зерттеу тақырыбының проблемасының өзектілігі, оның ғылым жолында дәлелденуі, түсінікті зерттеуді жоқ жерден өткізбейміз, ол белгілі бір әдебиеттерді талдау негізінде жүргізіледі. Сол мәселе қай жерде алу мүмкін, оны қалай түсіндіруге болады, қандай себептері бар, оның қандай сол мәселенің туындауына қандай алғыс шарттар негіз болған деген сұрақтарды осы әдебиеттерден іздеуіміз керек. Сол зерттеу бағдарламасында зерттеуді қандай әдістер арқылы жүргіземіз? Қандай әдістерді пайдалану тиімді және оңды болып келеді? Ол жиналған мәліметтер қалай өңделеді?
не арқылы өңделеді, зерттеуге кімдер қатысады, зерттеудің іріктеуі қаншалықты кең болуы керек. Осы сұрақтардың барлығы зерттеу бағдарламасында көрсетіледі. Сонымен қоса бағдарламамен бірге жұмыс жоспары құрылуы тиіс. Ол жұмыстардың орындалу кезеңдерін көрсетеді. Уақыттың үнемделуіне негіз болады. Одан кейін қай уақыт аралығында әр зерттеудің кезеңі қай уақытта өткізіледі. Жұмыстың жоспарлы өтуіне негіз болып келеді. Енді бағдарламаға қайта оралатын болсақ, бағдарлама екі үлкен бөлімнен тұрады. Ол әдіснамалық дейміз, содан кейін процедуралық немесе әдістемелік. Зерттеуді бастамай тұрып ойлануымыз керек. Қандай шығындар болады? Шығындар бірінші кезекте адами болады. Адами ресурстар керек. Сол зерттеуге кез келген адам қатыса ала ма? Ол адамды даладан шақырамыз ба? Әлде ол арнайы ғылыми зерттеу институтынан алына ма? Әлде ол студенттер тартыла ма? Зерттеу тобына қандай талаптар қойылады? Одан кейін шығындардың бірі ол қаржылық шығындар. Ол қаржылық шығындарды кім өтейді? Оларға кім жауап береді? Зерттеу тобының жұмысы қалай бағаланады? Кім қандай еңбекақыға қол жеткізеді? Осының барлығы зерттеу бағдарламасында, жұмыс жоспарында нақты көрсетілуі тиіс. Оның барлығы келешекте зерттеу барысында жиналған мәліметтердің шынайылығына, объективті түрде жиналғандығына, бекітілген процедура бойынша өткізілгендігіне негіз бола алады. Бағдарламаның әдіснамалық бөлімінде қандай сұрақтар көтеріледі? Тақырыптың, мәселенің өзектілігі. Көрсете білуіміз керек қаншалықты бұл мәселе өзекті екендігін. Содан кейін зерттеу тақырыбын таңдау барысында жаңа айтылып кеткен шығындарға негіз болатын және соларды өтейтін бір тапсырыс беруші болу керек. Түсінікті дипломдық жұмыс жазу барысында, магистрлік диссертация болсын, бұл жерде шығынның барлығы зерттеушінің өзі өтереді. Бірақ егер ол маркетингтік немесе әлеуметтанулық зерттеу болатын болса, саяси салада, экономика, тағы басқа да белгілі бір ұйымдар тапсырыс беретін болса, шығындардың барлығы сол ұйымдармен тікелей байланыс келіссөздер арқылы көтеріледі және шешіледі. Зерттеудің тақырыбы анықталғаннан кейін, өзектілік деңгейі көрсетілгеннен кейін, зерттеудің мақсаты мен міндеттері айқындалады. Зерттеудің қандай мақсатпен жүргізіледі? Сол зерттеудің қандай беретін үлесі бар? Айтуға болмайды, барлық экономикалық, саяси, рухани, мәдени тағы басқа мәселелердің барлығы сол зерттеу арқылы шешіледі деп айтуға болмайды. Зерттеу тек қана түрткі болады, ұсыныс бере алады, қоғамдағы жағдайды қалай өзгертуге мүмкіндік береді. Себебі әрқайсымыз белгілі бір әлеуметтік ақпараттың иесіміз. Сол ақпаратты көрсете білу, сауалнама арқылы, бақылау арқылы, немесе белгілі бір өз биографиямен танысу, немесе бір тереңдетілген сұхбат арқылы берілген ақпарат, оның барлығы келешекте қоғамның жағдайының өзгеруіне мүмкіндік береді. Бірақ ол зерттеу қоғамның өзгеруінің кепілдігі емес, ол тек қана мүмкіндік береді, ұсыныс бере алады. Одан кейін мақсат қойылғаннан кейін сол мақсатқа жету мүмкін жолдары болады, немесе міндеттер дейміз. Қандай зерттеудің алдында міндеттер тұр? Сол міндеттер мақсатқа қалай қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мақсат міндеттер анықталғаннан кейін зерттеудің объектісі және пәні болады. Зерттеу қай жаққа бағытталған? Сол бағытталған нысанның қай қырлары қарастырылады? Немесе ол зерттеудің пәні дейміз. Одан кейін сол зерттеушілік сұрақ талқыланады. Бұл мәселенің шешілу келешекте неге әсер етеді? Одан кейін бұл жерде сол зерттеу барысында қолданатын ұғымдардың іріктеуіне, сол ұғымдарға анықтама беру жолдары көрсетіледі. Немесе бұл негізі ұғымдардың операционализациясы және интерпретациясы деп аталады. Мысалы ретінде жастар жұмыссыздығының тақырыбын көрсететін болса, бұл жерде жастар, жұмыссыздық, жұмысбастылық, мемлекеттік саясат, жастар саясаты деген сол зерттеуге қатысты ұғымдарды бөлшектеп алу дейтін болсақ, сонымен қоса әрқайсына анықтама беру, ол осы интерпретация кезеңі дейді. Одан кейін әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының екінші бөлімінде, жаңа айтып кеткендей, процедуралық немесе әдістемелік бөлімінде келесі сұрақтар көтеріледі. Ол
зерттеу әдісінің таңдау. Екіншісі ол зерттеу инструментарийі. Қандай амалдары, қандай тәсілдер қолданады. Іріктеудің көлемін анықталуы, жалпы жиынтық дегеніміз не? Іріктеудің сол жалпы жиынтыққа сәйкестілігі, іріктеудің көлемі қалай анықталады. Одан кейін респонденттердің, немесе респонденттер дегеніміз ол сол зерттеуге қатысатын ақпарат көзі болып анықталатын адамдар, немесе адамдар тобы. Олардың сандық және сапалық көрсеткіштері қандай болып келуі керек. Алғашқы әлеуметтік ақпаратты жинау әдістері қалай болады. Осының барлығы зерттеу бағдарламасында нақты көрсетілуі тиіс. Осының барлығы келешекте сол ақпараттың қаншалықты шындыққа үйлесетіндігі, қаншалықты сол ақпарат тиімді жиналғандығы, қаншалықты ол объективті сипатқа ие болатындығына тікелей әсері бар. Сондықтан жалпы бір зерттеу бағдарламасында қорытынды жасайтын болсақ, ол келесі негізгі 8 элементтерден тұрады. Жаңа айтып кеткенде ол ақпарат зерттеу проблемасын құрастыру, зерттеудің мақсат міндеттерін анықтау, сол зерттеуде пайдаланатын ұғымдардың операционализациясы мен интерпретациясы, жұмыс гипотезаларын құрастыру, зерттеу жоспары, зерттеу барысында қолданатын әдіс тәсілдері және сол жиналған ақпаратты өңдеу және талдау дейміз. Зерттеу өткізілгеннен кейін, ақпарат жиналғаннан кейін ақпаратты өңдей білуіміз керек. Қазіргі таңда көптеген компьютерлік бағдарламалар пайда болды дейміз. Сол компьютерлік бағдарламалар арқылы тек қана сандық ақпарат емес, сонымен қоса сапалық ақпаратта талданады. Ол өте және тиімді және уақытты үнемдейтін мүмкіндіктер дейміз. Айта кетуіміз керек, сол ақпарат жиналғаннан кейін есеп беру формасы анықталуы тиіс. Сол тапсырыс берген адам ақпаратпен танысу керек. Қаншалықты ол ақпарат қолжетімді болып келеді, түсінікті болып келеді. Оның барлығы бір бастапқы кезеңде анықтап алуы тиіс. Тағы да бір қозғап кететін мәселе ол әлеуметтанудағы әдістер. Бір қысқаша шолу жасайтын болсақ, әлеуметтанудағы әдістер екі ірі әлеумет топқа бөлінеді. Ол сандық және сапалық әдістер. Бұл жерде айтуымыз керек, бұл бір әдіс топтарын жоғары қойып немесе екіншісін төмендету емес, бұл жерде ақпаратты жинау және ақпараттың қай түрі жиналатындығына байланысты болып келеді. Сандық әдістер дегеніміз көбінесе статистикалық ақпаратпен, мәліметтермен тікелей байланысты болатын болса, статистикалық мәліметтер жиналады. Қаншалықты жиі белгілі бір әлеуметтік құбылыс орын алатын деген сұраққа жауап беретін болсақ, сапалық әдістерде не себептен осы оқиғалар адамның өмір сүруіне, қоғамның дамуына қандай әсерін тигізді деген сұрақтарға жауап береді. Егер бұл жерде бір салыстыратын болсақ, сандық әдістер қанша деген сұраққа жауап беретін болса, сұрақтарға жауап беретін болса, қаншалықты деген, ал сапалық әдістерде неге деген сұраққа жауап беруге тырысады. Әр топта өзіне тән келетін әдістері бар. Көбінесе сандық әдістер, олар сұрау әдістері дейміз, сауалнама, стандартталған интервью дейтін болсақ, сапалық әдістерде ол көбінесе тереңдетілген, стандартталмаған интервью дейміз, немесе бұл жерде фокус топ әдісі бар. Қазіргі таңда өте жиі пайдаланатын әдістердің бірі болып келетін. Одан кейін бұл жерде айта кету керек, қазіргі таңда әлеуметтанушылар өздерінің жұмысында кешенді әдістерді пайдалануды жөн көреді. Себебі әр әдістің өзінің беретін пайдасы және тиімді мүмкіндіктері бар. Бір жағынан осы сандық әдістер арқылы жиналған ақпаратты, сол тереңдетілген сұхбат арқылы жиналған ақпаратты өзара ұштастыру арқылы терең бір әлеуметтану ақпаратқа қол жеткізе аламыз. Осы біздің үшінші лекциямызға бір қорытынды жасайтын болсақ, айтуымыз керек, әлеуметтану зерттеулер қазіргі таңда өте жоғары, сұранысқа жоғары болып келетін әлеуметтанушының бір жұмыс түрі болып келеді. Әлеуметтану зерттеуді кез келген адам жүргізе алмайды, ол белгілі бір кәсібилікті, білімді талап ететін жұмыстың бір түрі. Әлеуметтану зерттеулер арқылы бірталай қоғамда әлеуметтік өзгерістер туындауына негіз бола алады, бірақ сол зерттеулер шынайы, объективті, валидті болуы тиіс. Осымен бір
3 лекциямызды аяқтаймыз. Келесі лекцияда кездескенге дейін сау болыңыздар.